Күнделікті сарымсақ жеп не болатынын қараңыз. Сарымсақ бұл қанша ғасырлар бойы адамзат қолданып келе жатқан керемет тағам, бірақ оның маңызын енді түсініп жатырмыз. Қазір 100% табиғи деген лозунгты жиі естиміз. Адамдардың көпшілігі салауатты тамақтануды ұстанады. Сіз нені таңдар едіңіз? Дәріханалық химикаттарды әлде табиғи пайдалы өнімдерді? Сіздің бақшада емдік қасиеттері бар өсімдіктер өте көп. Солардың бірі сарымсақ. Ал медицинада сарымсақты алғаш қолданған Гиппократ екенін білесіз бе? Біз сіздерге күнделікті сарымсақ жегеннің маңызды 5 себебін айтатын боламыз. Және де сарымсақ иісінен тез құтылудың тәсілдерімен бөлісетін боламыз. Номері 1. Сарымсақ қан қысымын төмендетеді. Қытай дәрігерлері бірнеше ғасырлар бойы сарымсақты жоғары қан қысымын емдеуге қолданады. Жапон билігі сарымсақты қан қысымын төмендететін құрал ретінде мақұлдады. Біз күмәнданар едік, бірақ неге? Бұл мемлекеттер өздерінің бейдәстүр медицинасымен белгілі емес пе? Инфаркт пен инсульт қауіпін азайту үшін қан қысымын бақылау керек. Ғылыми зерттеулерге сәйкес, сарымсақ қан тамырларын босаңсытатын элементтер өнуіне әсер етеді. Номер 2. Сарымсақ бактериямен күресіп иммунитетті көтереді. Сарымсақ иммунитетті нығайтады, ағзаны қауіпті бактериялардан және тұмау жұқтырудан сақтайды. Кейде дәрі-дәрмек қабылдағанда ас қорыту жүйесінің жұмысы бұзылады. Басты себеп ағзадағы зиян және пайдалы бактериялардың дисбалансы. Сарымсақ табиғи антибиотик болып әсер етіп, пайдалы бактериялар жұмысын тездетіп, иммундық жүйені қорғауға көмектеседі. Сарымсақта микробқа қарсы күші бар аллицин деген элемент бар. Бұл ағзаның инфекциясымен күресіне көмектесетін табиғи иммунитет күшейткіш. Бір қызығы, қарапайым тұмау әлемде өте көп таралған ауру. Ол өте жұқпалы, сондықтан оны емдегеннен гөрі алдын алған оңайырақ. Сарымсақ жеу тұмау симптомдарын жеңіп қана қоймай, оның алдын алады. Күнделікті сарымсақты қолдану тұмауды 63%-ға төмендетеді, ал аурудың ұзақтығын 70%-ға азайтады. Номері 3. Сарымсақ қатерлі ісіктің алдын алады. Сіз мұндайды күтпедіңіз бе? Алайда сарымсақ қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Сарымсақ түрлі витамин мен минералдарға бай нағыз супер таблетка. Негізі оның құрамында бізге қажеттінің бәрі аздап бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысына сәйкес, күніне 2-5 грамм шикі сарымсақ жеу керек. Номері 4. Сарымсақ детоксикация кезінде көмектеседі. Шыны керек, кейде фастфудты рахаттана жейміз. Бұл ағзаға токсиндерді алып келеді. Сарымсақ токсиндерден, паразиттен және медикаменттің қалдықтарынан тазартуға көмектеседі. Ол бауырдың қызметіне көмек береді. Сарымсақ құрамындағы А, В және С витаминдері бауырдың функциясын арттырады. Егер сіз таңертең ауыздан жағымсыз иіс шығып, көз алдыңыз ісіп оянсаңыз, бұл бауырдың шамадан артық жұмыс жасағанының белгісі. Сарымсақ сізге көмекке келеді. Егер күнделікті аш қарынға оны жесеңіз, теріңіз әрленіп жарқырай түседі. Себебі ол бауырға ағзаны тазартуға көмектеседі. Нашар тәбет, астың қорытылмауы сияқты мәселелермен күресетін кез келген адам сарымсақты қолданып көргені жөн. Номері 5. Сарымсақ жөтелдің таптырмас емі. Тұмаудан және оның барлық белгілерінен құтылғыңыз келе ме? Иммундық жүйенің жұмысын тездету үшін көптеген адамдар С витамині мен сарымсақты қатар қолданады. Қатты жөтел тыныс органының тітіркенуінен болады. Оны ыстық сарымсақ сусынымен емдесе болады. Сарымсақ шайын дайындау үшін оның кішкене бөлігін алып, қайнаған су құйып, тұндырып қойыңыз. Егер сізге иісі ұнамаса, кішкене бал немесе зімбір қосуға болады. Көмегі арта түседі. Сарымсақ шайы ауруды басып тыныштандырады. Сіздің асқазаныңызда рахмет айтары сөзсіз. Сарымсақты жеген соң әдетте ауызда жағымсыз иісі қалады. Көптеген адамдар сарымсақтың иісін ұнатпайды. Бізде жағымсыз иістен құтылуға арналған кеңестер бар. Балғын әрі толық сарымсақты таңдаңыз. Барлық жасыл өскіндерін алып тастаңыз. Ақжелкен не жалпыз жапырағын шайнаңыз. 1 стакан сүт немесе йогурт ішіңіз. Тісіңізді мұқият тазалауды да ұмытпаңыз.
Сарымсақтың пайдасы ұшан теңіз. Ол шашыңыздың жақсы өсуіне, безеуді емдеуге, псориазға және басқа да түрлі ауруларға ем. Ендеше достар, лайк басып, достарыңызбен пайдалы ақпаратпен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және қызықты деректер каналында күтеміз.